Құрбандық қоймен өлшенбейді, ол таза ниетпен, шынайы ықыласпен өлшенеді. Нағыз құрбандық ол тозған тәкаппарлықты шалу және жылдар бойы өкпеде жиналған өкпені құрбан ету. Нағыз құрбандық бұл ренжіген бауырыңа қарап тұрып, ей бауырым, мен сені Алла үшін жақсы көремін деп айту. Көңілі қаяу адамға жұбаныш болу құрбандық. Қайғыда жүрген жандарға көңіл айту құрбандық. Ашуға сабырмен жауап беру де соның өзі құрбандық. Сіздің шалған малыңыз емес, жылаған жүрегіңіз және де иілген маңдайыңыз, жүректегі таза ниетіңіз Аллаға жетеді. Әрбір үйде береке болсын, әрбір жүректе мейірім болсын. Құрбан айт қабыл болсын.